Армысыздар, ана тілін ардақ тұтар тіл жанашырлары. Бүгін орталығымыздың әлеуметтік желілердегі парақшалар арқылы сіздерге сөздер сөйлейді шығарылымы жол тартпақ. Бүгінгі қазақ тіл ғылымы бірнеше ғасырлар бойы дамып жетілудің жемісі. Өзінің даму тарихында аталмыш ғылым сан салалы көзқарастардың, ғылыми тұжырымдардың және білікті зерттеушілердің куәсі бола отырып, дамуын тоқтатпай бүгінге дейін өрген тұлуда. Осы орайда тіл білімінің өзекті мәселелерін өткір айта және өзінің ғылыми зерттеулеріне арқау ете білген зерделі тұжырымдарымен өз орнын тапқан қазақ тілінің өзіндік болмысын танытқан тіл білімін даму, өзгеру, жаңару үрдісінен қалыспай келе жатқан ғалымдардың орны ерекше. Бұл жұмысымыз тек қазақ тіл ғылымында ғана емес, ұлт психологиясын дамытуда, болашақ ұрпақты тәрбиелеуде, жалпы қазақ халқының рухани болмысында өзіндік қолтаңбасы мен өрелі биіктігі бар Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық секілді қайталанбас қазақ қызының сөздер сөйлейді деп аталатын еңбегі негізінде дайындалып отыр. Батырлар жырлары мен лирикалық эпостарда 15-19 ғасырларда өмір сүрген қазақтың ақын жырауларының өлең толғауларында, бағзы заманнан келе жатқан мақал-мәтелдерде, сондай-ақ кейбір ежелден қалыптасқан сөз тіркестерінің құрамында бұл күнде аса көп қолданылмайтын, мағынасы күңгірт тартқан немесе мүлде түсініксіз біраз сөздер кездеседі. Сонымен қатар, қазіргі кезде жиі айтылатын актив сөздер болғанымен, жырлар мен ертеректегі өлең толғауларда беретін мағынасы бұл күнгіден басқаша келетіндері тағы бар. Осындай сөздердің әуелгі мағынасын ашып, олардың мағыналық өзгерістері мен қолдану уәждеріне назар аударып, сөздерді бірге сөйлетейік, мағынасын бірге зерделейік. Кен сөзі. Қазіргі кезде кен сөзін жер астынан қазып алынатын көмір, темір, мыс, алтын сияқты қазбалы заттардың орнын рудник қазба деп ұғамыз. Оны ауыспалы мәнде мол қазына, байлық дегеннің орайында қолданамыз. Түсіндірме сөздіктерде қазақ тіліндегі араб-парсы сөздерінің сөздіктері де кен сөзінің мағынасын осылайша түсіндіреді. Бұл кірме сөз парсы сөзі. Парсы тілінде бұл сөздің кеніш, орысша рудник, коп және қазба, байлық деген мағыналары бар. Қазақ тілінде де бұл сөз бір нәрсенің жиналған жері, көзі деген ұғымда қолданылып келеді. Мысалы, Қыз жібек жырында шеге ақын туралы сөйлер сөзге кен еді десе, мұнда да кен сөзі қазба, байлықтар сияқты тілге шеберліктің көзі, соның қоймасы сияқты болған адам жөнінде айтылып тұр. Қазақ тілінде кен сөзінің жоғарыда көрсетілген мағынаға қатысы жоқ және бір ұғымы болған. Ол жөнінде Шоқан еңбектерінен білеміз. Оның айтуынша, әруақтар мен әулиелердің көзі түскен жер тұзды көлдерді де кен деп те атаған. Ғалымның осы айтқанын Алпамыш жырындағы әзіреті Қаратау әулиенің кенеді деген жолдар әбден дәлелдейді. Мұндағы кен әзіреті әулиенің көзі түскен Қаратау деген мәндегі сөз.